Саламатсыздар ма, құрметті талапкерлер. Менің есімім Махмутов Серік Қапанұлы. Омарбек Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің тәрбиесі жөніндегі проректорымын. 1981 жылы Алматыда Қазақ мемлекеттік Киров атындағы университет, қазір Әл-Фараби атындағы университет, сол университетке оқуға түсіп, сол университетті 1986 жылы бітіріп шықтым. Мамандығым тарихшы. 5 жылдай Тараз қаласында комсомол бабымен қызмет жасадым. Ішкі істер органдарында қызмет атқардым. 2017 жылдан бері Омарбек Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінде қызмет жасап жатырмын. Мектепте оқып жүрген кезде класс жетекшіміз тарих пәнінен мұғалім болды. Тарих пәнін ол кісінің соншалықты жақсы бергені, сол тарих пәніне құштар болып, сол мамандықпен бітірдік. Қиындау болатын пәндер енді математика, химия, физика деген пәндер кішкене ауырлау болатын енді. Ал мына гуманитарлық пәндер маған өте жеңіл болатын. Ең бірінші адамгершілік, екінші талант, үшіншісі оқуға деген күш-жігері болу керек. Енді ол кезден мектепте оқып жүрген кезде ойлайтынмын, оқуымды бітірсем, жоғары оқу орынға түссем деген арман болатын енді. Сол арманым бірақ орындалды. Волейбол, футбол ең жақсы көретін. Одан кейін тағы да жақсы көретін енді бильярд ойнау жақсы көретін. Мына бізде 3 корпусымыз бар. А, Б, Д деген 3 корпусымыз бар. Сол корпустың ішінде жаңадан келген кезде адаспағаным бар. Кіргенімді білем, қай есіктен шығатынымды таппай қалғам. Адамгершілік қасиетімізді сақтап қалу, дос-жарандармен қарым-қатынас ұстау, туған-туысқанмен қарым-қатынас ұстау. Екеуін де жақсы көремін. Офлайн дұрыстау. Екеуді бірдесе, WhatsApp кажется тезірек сияқты. Футбол. Рахмет сіздерге. Біздің университетке келіп, университеттің студенттері болыңыздар. Сіздер үшін әрқашан біздің есігіміз ашық. Біздің университетіміздің материалдық базасы өте жоғары. Спорт зал, тренажерный зал, стадион, қандай спорт түрімен айналысам десеңіздер, сіздерге әрқашан жол ашық. Мұғалімдеріміздің бәрі доктор наук, кандидат науктарымыздың саны 70%-ға дейін бар. Сондықтан біздің университетімізге келіп білім алсаңыздар, өкінбейсіздер. Өйткені 4 жыл оқып біткеннен кейін сіздер әлбетте сіздерді қандай қызметте болсын сіздерді қызмет орнына жұмысқа алады.